Салем достар, лёли кебаб дайындайтын боламыз. Достар, әрине бізге фарш, пияз, теркадан өткізілген картоп керек. Чесногымызды өткізіп алдық. Енді оның үстінен пиязымызды, картопымызды қосып, тұз, дәмдеуіштер қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне достар, кішкенеден алып, қолымызбен осылай аударып істейтін боламыз. Котлет сияқты болады. Барлығын осылай қойып шығатын боласыздар. Міне достар, енді оның үстін фольгамен жабатын боласыздар. 180 градуста 40-45 минутта пісіп дайын болады. 10 минут қалғанда бетін фольгасын алып тастайсыздар. Беті қызарып, әдемі болып шығады. Міне достар, лёли кебаптарымыз дайын болды, пісіп. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай әдемі шықты. Енді оны алып тарелкаларға қойып шығатын боламыз. Өте дәмді, керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.